Сәлем достар, бүгін сіздермен сәбіз жемінен өте дәмді болып шығатын песочный пирог жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Қанттарымыз еріп кеткенге дейін араластырып алдық. Енді сары майымызды саламыз. Бөлме температурасында еріп тұрған болу қажет. Венчиктің көмегімен тағы жақсылап араластырып аламыз. Венчикпен жақсылап араластырып алдық. Бізге дәл осындай масса қажет. Ал енді разрыхлитель саламыз. Унымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай жуып жұмсақ қамыр болады. Ал енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Біреуі кішкентай, біреуі үлкендеу болу қажет. Кішкентайын алып тұрамыз, үлкендеуін әдемілеп жайып аламыз. Пергамент қағаз салынған формамызды алып, жақсылап жайып аламыз. Қамырымызды шеттеріне кішкене бөртік етіп шығарып, әдемілеп жайып шығамыз. Мен осындай сәбіздің жемін қолданатын боламын, ал сіздер қалаған варенияларыңызды қолдана аласыздар. Енді барлық жеріне бірдей етіп, әдемілеп жағып шығамыз. Енді екінші бөлек қамырымызды да жақсылап жұқа етіп жайып аламыз. Жайып алдық, енді форма беріп кесіп шығамыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда әртүрлі қарапайым рецепттер, торттар, десерттер, салаттардың рецепттері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Және барлығы оригинал, сенімді. Мен өзім неше жылдан бері қолданып келе жатқан рецепттер. Ал енді қамырымызды дәл осылай пирогымыздың үстіне әдемілеп қойып шығамыз. Достар, менің инстаграм парақшама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Осы видеоның төбесіне инстаграм парақшамды қалдырып кететін боламын. Пирогтарымызды әдемілеп дайындап алдық. Енді бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып аламын. Түстері әдемі болып қызғылт түске кіріп, пісіп шығу үшін. Қызып тұрған 190 градуста 30 минут пісіріп аламын. Біздің пирогымыз пісіп шықты, әсемдік үшін сахарная пудра сеуіп шықтым. Артық шығын қажет етпейді, дәмдері өте ерекше болып шығады және аузыңызға салғанда еріп кететін өте керемет пирог болады. Ең бастысы тез дайын болады. Үйіңізге қонақ келген жағдайда да тез дайындап жіберсеңіздер болады. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар және қоңырау түймешесін басып қойыңыздар. Сонда менің жаңадан шыққан видеоларымды біріншілерден болып көретін боласыздар. Іштері дәл осындай песочный өте дәмді болып пісіп шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Сау, сәлеметте болыңыздар.